Талғат Бигелдинов атындағы Қарағанды Республикалық Жас ұлан мектебінің ұстаздарының арасында биыл дәстүрлі түрде үздік педагог 2024 байқауы жалғасын тапты. Үздік ұстаз атанып, оқушының жүрегінен орын алған мұғалімдер үш тілде өзара бақ сынасты. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі 2 мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов атындағы Республикалық Жас ұлан мектебінде биыл 2-ші мәрте үздік педагог 2024 байқауы ұйымдастырылды. Ұстаз болу бұл әркімнің қолынан келе бермейтін мамандық. Үш тілде еркін сөйлеп, өзара бақ сынаған өз ісінің жауапты мамандары бірінші тапсырма аясында шығармашылық әлеуеттерін көрсеткен. Үздік педагог 2024 байқауында ұстаз атанып, оқушы жүрегінен орын алған мамандар үш тілде бақ сынады. Конкурстың екінші кезеңінде ашық микрофон, яғни мұғалімдерге шығармашылық тапсырма ұсынылып, шараға қатысушылардың сөз сөйлеуі назарға алынған. Мұнан бөлек ұстаздардың авторлық әзірлемесінің тұсаукесерін ұйымдастыру комитеті анықтаған. Біздің басты байлығымыз адам және адамдағы бар жақсылық. Мұғалімнен біздерге қазіргі таңда үлкен жауапкершілік артылып отыр деген Жеңіс Қошанов өз ойымен бөлісті. Биыл мектебімізде 4 ұстаз қатысты. Барлығы да жоғары білімді педагог зерттеуші, педагог модератор ұстаздар. Сайыс өте жоғары деңгейде өтті. Сайыс жалпы 3 кезеңнен тұрды. Бірінші өзін таныстыру, екіншісі білім кезеңі, үшіншісі және педагогикалық жағдаят деп аталды. Жалпы 3 кезеңнің үшеуінен де ұстаздарымыз жақсы нәтижеге жетті. Соның арасында үздік педагог 2024 жеңімпазы болып өзім атандым. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі 2 мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов атындағы Қарағанды Республикалық Жас ұлан мектебінде ұйымдастырылған үздік педагог конкурсы педагогтердің қоғамдағы мәртебесін және беделін арттыру, үздік мұғалімдердің озық педагогикалық іс тәжірибесін тарату мақсатында қолға алынған. Байқау қорытындысы бойынша 15 жылдық еңбек өтілі бар қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Жеңіс Қошанов бірінші орынға лайықты деп танылған. Үздік педагог дипломмен және үздік педагог 2024 кубогымен, сондай-ақ 25 мың теңге ақшалай сертификатпен марапатталды. Үздік педагог 2024 мектеп байқауында заманауи педагог номинациясы бойынша дипломмен және 15 мың теңге мөлшерінде сертификатпен Бондар Тарас Сабиржанович марапатталды. Үздік педагог 2024 мектеп байқауында кәсіби педагог номинациясы бойынша дипломмен және 15 мың теңге мөлшерінде сертификатқа 28 жыл еңбек өтілі бар биология пәнінің мұғалімі Шоланов Тайтүлеу Аманбекович лайық деп танылды. Үздік педагог 2024 мектеп байқауында шебер педагог номинациясы бойынша дипломмен және 15 мың теңге мөлшерінде сертификатпен 27 жыл өтілі бар Жақанова Меруерт Жақанқызы марапатталды. Дидар Қалқатай, Николай Шевелев, 5-ші арна.